Erkek qizlar. Ау, не болды? Не? Қайтып өтінсеңдер де, далаға кеш болғанда шығуға болмайды. Қазір қыздар, қазір деген ақшамның уақыты, шамның кезінде далаға шығуға болмайды. Білесің ба? Жоқ, періштелер мен шайтандардың өзі бар ғой, бүйтіп ауысатын кез қазір. Шайтандардың барлығы төменге түседі да, сосын осындай кезде кеш батып келе жатырған кезде құлайсың. Қазір велосипед айдап кететін болсаң, сен велосипедтен құлайсың мысалы үшін да, енді құламай қойыңдар. Я болмаса әйтеуір бір нәрсеге жамандық болып қалады осындай кезде. Себебі шайтан уже араласып кетеді. Түсіндіңдер ме? Қазір шығуға болмайды. Енді ол шындық қой, ол шындық нәрсе. Қане, не болды? Сол ғой, Анеки. Постоянно сол кеш болған кезде кекше тамақ ішесіңдер, шығып кетесіңдер. Адам айтқанын тыңдамайсыңдар. Анеки, аяқтарын бәрі жара болып қалған. Бар сабақтарын оқыдыңдар ма? Бар сабақтарын дайындаңдар, қыздар. Суға түсіп шомылып алыңдар. Сосын деген ар жақты жинастырыңдар, бар. Жүгір. Мына жерде киімдер шашылады. Осы үшін үйді бәрі жинап шақ, ертең ұсталар таңертең ерте келеді тағы да. Жақсы ма, қыздар? Не сыпырлап жатыр мына екеуі? Нашым жақсы. Бар. Шуға болады, мен кішкене демалам, мына жерде жинап келіңдер барлық жерде. Ақыл мен қыздарым деген. Жүгір, бар. Papa, mama айтып қоймаған шыбатқаныңызды. Мына жерде папа жүр ұрсылады. Не істейміз, Айна? Неге де күзік Тып-тыныш болып қалды. Адия, Аянат. Жинап болдыңдар ма, не істедіңдер? Қазір мен бір 10 минуттан тұрамын, тезде жинап тастаң, Dostlar
достар айтып қоймаңыздар. Dostlar koyan çıkıp gitti. Dostlar koyan dalgalarını zaten. Ya. Ya. Hadi hadi. Acıyor. Çok kötü. Мама дұрыс айтты ғой түнде шығуға болмайды деп далаға. Өзімнің аяғым ұрып кетті аяғым. Ойбай, мен велосипедімді алып Достар, мына қыздар қайда кетіп қалған? Не болды? Әде құлады. Сендер далаға шығып кеттіңдер ма не? Қайда құлады? Қане жүр. Мен сендерге айттым ғой далаға шықпаң деп. Қайда құлады? А? Не болды? Не болды? Не болды? Адикош. Аянат, Адия, неге мені тыңдамайсыңдар сендер, а? Мен сендерге айттым ғой, адам деген мамасының айтқан тыңдау керек қой, бір тыңдау керек, қыздар. Не болды? Тұр, қане, тұр. Ей, қолын жібер. Қане, қолын жібер. Аяң, мен татыр, мен жайлап көтерем, мен великті жайлап көтерем, татыр. Ойбай, қасқа, аяң кіріп кетіпті оның арасына. Папаң шақырасың ба? Ойбай, мама. Жайлап, ал аяғын, ал. Татыр, мен великті былай тартайын кішкене. Ей, ал, аяң қысып қалмасын, ал. Так, тұр енді, жайлап тұр. Қолың бер, маған бер, қолың бер. Ойбай, әне, айттым местерге. Қыздар, аянат бар, тез великтерімді қойыңдар. Жүр, ана, ұста бір қолынан, тез. Жүр, мен великті алып келе қойсын, жүр. Местерге айттым ғой жаңа. Далаға шықпаң дедім мен сендерге. Адия, неге тыңдамайсың? Ал жақсы болды ма енді? Сендерге құлайсыңдар дедім ба? Кеш батқанда шуға болмайды деп. А? Тұр енді, тұр, мені ұстап ал. Тұра ғой, тұр. Ей, тұршы енді, ойбай, ай. Достар, біз неке. Тұршы. Аянат, неге мен тыңдамайсыңдар? Мен сендерге жаңа айттым ғой. Сабақтарыңды қараң, үйді кішкене жинастырың дедім. Далаға шықпаң дедім. Адам мамасының айтқан тыңдамаса, міне осындай боласыңдар. Неге шығып кетесіңдер? Ит қуалап кетті? Мен сендерге енді айттым ғой, шықпаң деп. Ой, қыздар, осымен видеомызды аяқтаймыз. Бұндай жасамаңдар, балалар. Мамалардың айтқанын барлық уақыт тыңдаңыздар. Мамаларыңыздың айтқанын барлық уақыт тыңдау керек пе екен, Адия? Ал енді не айтасың достарыңа? Достар, мамалардың айтқан тыңдаған, кеш болғанда шығуға болмайды. Мамалар сендерге дұрыс айтады. Әне, енді біліп жатыр да, бұлар уже құлағаннан кейін. Мен сендерді жаман болсын демеймін. Терезеден шықтыңдар ма не? Қасқа. Аше, сендер екеуі шпион екенсіңдер ғой жүрген. Болды, ендеше достар, осымен видеомызды аяқтаймыз. Міне, мамасын айтқан тыңдаған жоқ, аяғы ақсаңдап қалды. Әне, жүр, ендеше мына Адияны емдейік аяғын. Әне, анау да құлап жатыр. Айнат сенгені өтірік болып кеткен сияқты. Давай, тұрамыз бол. Жерге төселіп жатырсыздар, тұрын бол енді. Үйге кірейік болды. Мына аяғын дұрыстайық тұр. Ойбай, Аянатқа да внимание керек болып жатыр. Внимание жетіспеді. Ойбай. Аянат тұра ғой, жаным. Аянатым менің құлап қалды ғой.